молодец. Маған оңай ақша келеді, бірақ. Но, қараңыз, оңай ақша келетін болса, қазіргі кассаңыз қандай? Егер ақша оңай келеді деп айтасыз, сезінесіз, но ақша көп келмейтін болса, көп ақшада какой-то опасность бар. Қазір айына 550 мың теңге. Видите, 100 миллион, 550 мыңнан 100 миллионға квантовый скачок жасағыңыз келеді. Настолько сіз оған дайынсыз. 20 миллион тез жаратып жіберем. Менің қолымда ақша тұрмайды. Айнұр ханым, детский позиция, ақша тұрмайды деген сөз не деген сөз? Сіз кішкентай кезіңізде сізге келген ақшаны үлкендер тартып алатын болған. Немесе сіздің қолыңызға келген ақшаны біреу алдап алып қоятын болған. Қолыңыздағы ақшадан көп айырылғансыз. Естественно, сіз қазір ақша тез жаратып тастайсыз. Өйткені ақша тұрса опасно. Может, ұрлық кетуі мүмкін, сіз таяқ жейсіз, мүмкін біреу алдап алып қояды. Кішкентай кезіңізде сізге ақша ұстауға, ақшаны жаратуға ешқандай мүмкіндік бермеген. Түсінікті, иә? Так, далбаса дейді, логопед и психолог аферист дейді. Аферист деген сөздің өзіне екі қате жіберіп отыр. Сіз енді бақытсыз болсаңыз, ішкі жан дүниеңіз қиналып тұрса, біз оған ешқандай да кінәлі емеспіз. Сондықтан максимально негативке мән бермеуге тырысамыз, иә? Күйеуім қанша жұмыс істесе де артық ақша тұрмайды бізде. Әпке поезддан арендаппын, сізде неге ондай болып тұр дейді. Өйткені мен вообще теневой банда тұрмын. Видите, ешкім көріп тұрған жоқ мені. Сондықтан төмендегі самолетикті жіберіп, таныстарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады. Бір скафандрын сатып алып едім, жібі деген қалай болып тұр. Мен кішкентай кезімде ақша ұрлап, мамамнан таяқ жегем. Содан ба маған көп ақша это наказание. Проработка жасау керек. 5-ақ минутта реттеліп кететін нәрсе ол. Сосын бар ма бізде сауда жасаймын, бірақ саудам жүрмейді. Мен сата алмаймын деген установкасы бар кісілер бар ма? Барлық мүмкіндік жасап еңбектенсем де келеді. Или мүлде жетпейді. Мен только әрекет жасасам болды, ақша келіп тұр, шүкір. Бірақ жалқаулық басым болып тұр. Қараңыз, мен әрекет жасасам болды, ақша келеді. Но мен жалқау болып тұрмын. Не үшін? Есть все-таки блок. Яғни мен ойбай, мынау қандай страшный бір неге түсіп кеттім мен. Эффекторға, иә? Жақсы эффекті маған тауып беріңдер, құстар инстаграмнан. Мен түрімнен адам шошып кеттім, но не бәле кісілер шығып жатыр. Давай үсті бола берсін. Сонда да келмейді. Күшті сата, мен сата алмаймын дейді. Енді қараңыз, мен күшті сатам деген кісілер. Сату қолымнан келеді деген кісілер. Айтыңыздаршы маған. Егер сіз сату қолыңыздан келсе, неге сіз миллиардтап ақша таппайсыз? Ну ладно, миллиардтап емес. 10 миллион, 20 миллион ақша табылмай жатсыз. Неге солай? Клиент бар, басқа жерге көшіп клиент айырдым деген сөз түсінбей қалдым. Саудам бұрын керемет жүретін еді, қазір саудам ақырындап тұр. Қай кезде басталды? Оны сіз неден көріп тұрсыз? Мен айтып жатырмын, мынандай нәрсе ғой, иә? Мен сататын едім, бірақ менің тауарым жоқ болып тұр, конкуренттер көп болып тұр дегеннің барлығы ол факторлар, просто факторлар. Түсінесіз бе? Мен ақшаны қабылдап тұрған жоқпын деген дүниемен ғана жұмыс жасаймыз біз. Сата алмаймын дейді. Бетің әжім ғой дейді. Аллаға шүкір. Үйге ақша келген күні күйеуім екеуміз тез жарап тастаймыз. Страх денег, наверное. Табысымды арттыра алмай жүрмін. Ақшасыз қандай бизнес бастасам болады? Сетевой бизнесқа келсеңіз болады. Айнұр әпке маған үй алуға разбор жасап беріңізші. Давайте жасап көрейік. Жасайын қазір. Постоянно байып кететіндей. Әрекет етсеңіз байисыз ғой. Рахмет Айна ханым. Саудамен айналыспаймын, тәрбиешімін, бірақ көп ақша тапқым келеді. Көп ақшаны ойлағанда жаман чувство болады. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Так, қай қаладан? Шымкент. Қайда тұрасыз? Шымкентте. Үйде тұрасыз ба, қайда тұрасыз? Квартирада. Квартирада тұрасыз. Қанша болды тұрып атқаныңызға? 10 жыл. 10 жыл болды. Есіміңіз кім? Жадыра. Жадыра. Енді маған айтыңызшы, Жадыра ханым, 10 жыл квартирада тұрасыз, қанша балаңыз бар? Бір қызым бар. Үй алу үшін қандай әрекеттер жасадыңыз? Өте көп разборлар жасадым. Сіздің сабақтарыңыздың барлығын жасадым. Жеке психологпен жұмыс жасадыңыз ба, тек мына марафондардағы разборлар ма? Жеке психологтармен, психосоматиктармен, бірақ ол үй алуға емес, басқа аллергияға солай. Көмектесті ма? Иә.
аллергиям кетті. Қазір немен айналысасыз? Қазір мен мерчендайзер болып жұмыс жасаймын. Мгм. Енді маған айтыңызшы, табысыңыз примерно қанша? 400-430 солай. Мгм. Айына, иә? Айына, иә. Мгм. Енді бизнес өзіңіздікі емес, иә, сіздің Жоқ, түсінгенім? жоқ. Мгм. Мгм. Сіз жалдамалы түрде айлыққа жұмыс жасап жатырсыз, иә? Иә. Мгм. Давайте терең демаламыз, қанекей көрейік. Сіздің үй алғыңыз келеді, үйді армандап, әрекет жасап келатқаныңызға қанша уақыт болды? 2-3 жыл болды, көп болмады. 2 жыл болды. Жұмыс жасап жатырсыз, 400-450 мың айлық аласыз, әрекеттенесіз, но не получается үй алуға, иә? Ақша, Ипотека шықпайды, солай ма? иә. Ақша жинаймын, миллиондап жинаймын да, и жаратып тастаймын. Жаратып тастайсыз. Оңай жаратып тастаймын. Қанша бөлмелі үй алғыңыз келеді? 4 бөлмелі. 4 бөлмелі. 4 бөлме. Өзіңіздің бір ғана қызыңыз бар, иә? Иә, жұмысқа шықтым. Енді маған айтыңызшы, 4 бөлмелі үйді көз алдыңызға елестетіп көріңізші. Елестетіп тұрсыз ба? Барғам, визуализация жасап көп квартира көрдім. Қазір сіз елестетіп тұрған кезде жүрегіңіз қағып тұр ма, көңіл күйіңіз қандай болып тұр? Жүрегім қысылып тұр. Қорқып тұрсыз ба, уайымдап тұрсыз ба, не ойлап тұрсыз? Дірілдеп тұрмын. Дірілдеп тұрсыз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жасыңыз қанша да ойланбай айтамыз? 4 жаста. Атыңызды ұмытып қалдым? Жадыра. 4 жасар Жадыра. Үйде, көшеде, далада қайда тұр? Мектептің алдында. Мектептің алдында тұр. Нені уайымдап тұр, неден қорқып тұр, не сезініп тұр? Мама ұрады. Мама ұрады деп қорқып тұрмын. Мамаңыз ұрады. Қолында ұзын шыбық тұр. Мамаңыз постоянно ұратын ба еді? Иә. Үйіңізге барғыңыз келмей тұр ма сонда? Иә, жылап тұрмын ғой. Мектеп Жадыра, не жанында білдіріп тұрам, қойды? сол жерде тұрмын. Не білдіріп қойды мама сұратындай? Мен мусорды төкпегем. Сол үшін қорқып тұрсыз, иә? Кішкентай Жадыраны давайте жұбатып көрейік. Енді сіз психологтармен жұмыс жасасаңыз білесіз ғой, иә, қалай проработка жасап. Давай жұбатайық. Жұбатайық. Мусорды төкпеген. Енді біз осы жерде үймен қандай байланысы бар екенін табу керекпіз. Үйді қаншалықты жақсы көресіз, қаншалықты жек көресіз, қаншалықты қабылдайсыз, қаншалықты қабылдамайсыз. Үй, өзімнің үйім деген кезде қандай сезім бар сізде тағы да? Өзімнің үйім, қорқыныш, күмән. Үйім өртен кететін сияқты. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 қаншада Жадыраның жасы? 7. 7 жасар Жадыра. Кімнің үйі өртеніп кетті? Қайда тұр ол? Көшеде, далада, үйде бірдеңе естіді ма? Қайда тұр ол? Воротаның алдында шөп өртеніп жатыр. Молодец. Вот, пожалуйста. 7 жасыңызда, иә? Болды ма сол өртенген шөп үйге тиіп кетеді, үй өртеніп кетеді деген қорқыныштар? Жоқ, ол Үйдегілер айтты ма? өзіміз ойнап өртеп тастағанбыз. Ойнап өртеп тастадыңыздар. Бірақ кішкентай Жадыра ойнап өртеп тастағанды білмейді ғой, ол тек қана өртенуден қорқып тұр. Қасына барып қарайықшы, үйдің үлкендері не айтып жатыр? Дұрыс істедіңдер деп жатыр ма, жоқ керісінше не істедіңдер деп ұрысып жатыр ма? Ұрып жатыр. Кім ұрып жатыр? Мамам. Не үшін ұрып жатыр? Шөпті өртегеніміз үшін. Шөпті өртеген үшін ұрып жатыр. Кім негізі өртеген ол жерді? Ол әпшем, сестрам. Енді айтыңызшы, Жадыра, осы өртеніп жатқан шөппен сіз үйдің қандай қарым-қатынас, қандай байланысы бар? Ол воротан үйдің жанында тұрған шөп қой. Ол өртен үйге кіріп кетуі мүмкін еді. Біздің үй өртен кету керек. Кішкентай ғана Жадыраға қасына барыңыз, айтыңызшы. Бұл оқиғаның саған ешқандай қатысы жоқ. Қатырақ айтамыз, иә? Бұл оқиғаның саған ешқандай қатысы жоқ. Бұл оқиғаның саған ешқандай қатысы жоқ. Бұл оқиға сенің өміріңде ешқашан болмайды. Бұл оқиға сенің өміріңде ешқашан болмайды. Бұл артта қалған жағдай.
Бұл артта қалған жағдай. Бұл ешқашан қайталанбайды. Бұл ешқашан қайталанбайды. Мен сенің қасыңдамын. Мен сенің қасыңдамын. Мен саған көмектесемін. Мен саған көмектесемін. Мен сенің барлық қалауыңды орындаймын. Мен сенің барлық қалауыңды Ешкімнің орындаймын. сені ұрсуына, ұруына жол бермеймін. Ешкімнің саған ұрсуына, ұруына жол бермеймін. Мен сенімен біргемін. Мен сенімен біргемін. Терең демаламыз, көзімізді ашамыз, оңға солға қараймыз. Мына жерде мына TikTok желісіне байланысты жаңағы нені қарап жатырмын. Жаңағы мынау не сұмдық, мынау гипноз деген біздің халықтың психологиялық білімінің мүлде жоқ екенін қазір көріп шок болып отырмын мен. Психологияда мүлде жоқ. Бізде адамдар травмамен қалай өмір сүріп жүре береді, иә? Осындай разборларды, психологиялық кеңестерді, мысалы қаншама адам Кашпировский жылап отқан шығар дейтін. Қараңыздаршы, не деген сауатсыздық, вообще ужас. Осындай сауатсыздық, білімсіздік, надандықта қазір біздің не үшін педофилдер көп, не үшін зорланған әйелдер көп, не үшін таяқ жеп жүріп қорлық көріп үндемей жүретін адамдар көп. Өйткені біздің қоғам прямо надандықпен өмір сүріп жатыр ғой. Сондықтан да Рахмет сізге, Алла разы болсын. Өзіңіздің көңіл күйіңіз қалай болып тұр қазір, Жадыра ханым? Жүрегім қатты соғып жатыр. Қазір басылды ма? Сізбен сөйлескеннен кейін бе екенін білмеймін. Қатты андай болып. Енді психология деген кезде адамның өзі травмалары по-любому көтеріледі. Терең демалыңыз, көзіңіз оңға, солға қараңыз. Негізі қанша ақша табуға ресурсыңыз жетеді? Микрофоныңыз өшіп қалды. Микрофоныңыз өшіп қалды. Или мен өшіп қалды ма? Инстаграмнан қараңдар. Қосылма. Енді қосылды, аха. Мен 2 миллион, 3 миллион спокойно табам да, бірақ ол ақша вообще жиналмайды ғой. Жиналмайды. Өйткені ақша өте қауіпті деген. Бұл жерде енді біз ғана мына прямой эфирде терең развод жасай алмаймыз, бірақ ақшаға байланысты бұл. Мысалы үшін сіз қазіргі жасап жүрген жұмысыңыздан қаншалықты намыстанасыз, немесе қаншалықты жақсы көресіз, мақтанып тұрасыз, соны айтыңызшы, честно. Жоқ, қатты шаршайтыным бар, өйткені 2 жұмыс жасаймын да, ал былай намыстанбаймын, нормально. Сіз былайша айтқан кезде мен Чензайды деген, сіз просто сатушының көмекшісі ғой негізінде, иә? Жоқ, мен магазиндер аралаймын да, товарды фотоға түсіріп деген сияқты. Жалдамалы компанияда жұмыс жасайсыз, иә? Иә, фирмада, иә. Намыстанбаймын, ұялмаймын. Сол жерден бөлініп шығып кетіп өзіңіздің кәсібіңізді жасағыңыз келе ма? Мен жасадым, бірақтан банкрот болдым. Бүткіл жаңа ұяла машинамды сатып, магазин аштым да Астанаға келіп. Жеке шешім қабылдаудан қаншалықты қорқасыз? Жеке өзіңіз, жеке тұлға болудан қаншалықты қорқасыз? 100-ден 90 қорқам. 90 қорқасыз. Қорққаннан кейін ғой банкрот болып қайтадан наемный жұмысқа келдіңіз. Иә. Байлық психологиясында барсыз ғой, иә? Алла қаласа осыны жасап көріңіз. Одан кейін тағы дальше өзіңіз көп нәрсені түсініп қалуыңыз керек осы жерде. Сату психологиясы болады. Но сізде жеке тұлға болу, жеке жауапкершілік алу деген қорқыныш болған кезде адамда, ол өзі жеке өзінше магазин ашады, кафе ашады, банкрот болады да қайтадан. Бізде өте көп, мысалы үшін жаңағы айлыққа жұмыс жасап жүреді да, айлықтағы жұмыстан шығып, бизнесқа келеді, бірдеңе істейді, банкрот болады да қайтадан сол жеріне барады. Өйткені өзі жауапкершілік алып, өзі шешім қабылдаған кезде ода паника, қорқыныш пайда болады. Кішкентай кезде өзі шешім қабылдай алмаған, үнемі жетекте. Синдром отличника ғой, былайша айтқан кезде. Мектеп жақсы оқығансыз ба? Иә. Синдром отличникада да сондай болады. Өзі олар постоянно сабақ оқы десең оқиды, жатпа десең жатпайды. Өздігінен әрекет қылған кезде өте қабілетсіз болып қалады. Сондықтан синдром отличника деген негізі қатты жақсы нәрсе емес. Бұл сабақ оқыма деген сөз емес, бірақ все-таки балаға да шағаға да еркіндік керек қой негізінде. Түсінікті, иә? Сәттілік онда, Жадыра ханым. Рахмет, Алла разы болсын. Жақсы көремін сізді. Рахмет, жаным. Так. Мен өзіме не керек екенін білмеймін, дым істегім келмейді, бірақ ақша жаратқым келеді. Бәрімізде сол ғой, дым істегіміз келмейді, бәрімізде ақша жаратқымыз келеді. Қараңыздар,
қараңыз, кішкентай кезде тоққа түскен адам өскен кезде тоққа жақындаудан қорқып жүреді. Кішкентай кезде өртпен проблема болған адам кез келген өрттен, оттан қорқатын болады. Үйінде арақ ішкен адамдар болса, мысалы үшін әйелдер қауымында особенно, иә, әкесі арақ ішсе, ағасы сондай арақ ішіп өте көп төбелес болған болса, өскен кезде арақ ішкен адам панически өзінен өзі қорқып жүретін болады. Мысалы көп әйелдер болады, иә. Мысалы көп әйелдер айтады, мен күйеуім ұрмайды, бірақ ұрып жіберетін сияқты қорқамын дейді. Ұрып жіберетін. Мынау не болып кетті? Ұрмайды, бірақ ұрып жіберетін сияқты қорқамын дейді. Бұл не деген сөз? Яғни балалық кездегі бір ұрыс керіс төбелестің бір сипатын көрген адамдарда болады бұндай дүние. Мына инстаграмның эффекті мені шаршатты. Эффект алып тастай салайын десем, өлә, мынандай эффект болады екен қыздар, жігіттер. Мынау не сұмдық. Так. Одан кейін бар ма сіздерде негатив комментарий жазғанда Аллаға тапсырыңыз, әпке, қосыншалар дейді. Мысалы қараңызшы, аяққа тұрған мықты бизнесмен, өзінің кәсібі бар, отбасында бақытты болып отырған адам, тиктокқа кіріп, ерінбей, осы оңбаған ау деп жазбайды ғой енді, иә. Ол жазбайды. Яғни бұл не деген сөз? Өмірім қызық емес, өзімнің айналысатын түгім жоқ деп адам қатты өзінің ішкі құндылығы жоқ болған кезде, құнсызданып кеткен кезде, ешкім бағаламаған кезде не істейді? Әркіммен алысып отыратын болады, комментарий жазады, әйтеді, бүйтеді, в общем, сондай. Так, не деген керемет энергетика сізде, керемет. Жадыра ханым, қуаныштымын. Ретритке қатысыңыздар. Айнұр ханымды вживую көріп білім алған вообще басқа уровень дейді. Рахмет, мен үлкен магазин ашқым келеді. Алла қаласа осы байлық психологиясы сабағында біз сату психологиясы дейтін ішінде бөлім бар. Балқия Балтабайқызы өткізеді. Особенно сауда жасағым келеді, жасай алмаймын дейтін кісілерге арналады. Одан кейін өзінің нақты табысы бар, әлемді аралап жүрген, өмірде өте көп жақсылық көрген, өте көп қызық көрген, өзінің өміріне көңілі толатын адам, естеріңізде болсын, біреуге негативті комментарий жазбайды, басқалардың істеп жүрген тірлігіне күлмейді, басқаларға мысқылдамайды, примерно, иә. 16 миллион кредитім бар, соны қалай құтылам деп күнде ойлаймын. Қалай құтылам деп күніге ойлаған сайын кредит көбейіп кетеді. Өмірдің мәнін, мағынасын кредитке байлап қойып, бала шағамызбен сөйлеспей, қонаққа бармай, ешкіммен араласпай, қайғылымен өмірді өткізуге болмайды. Иә. Сәлеметсіз бе, Назым ханым? Назым, кетіп қалды ғой. Салонда жұмыс жасаймын, жақында мектепке кірдім, бірақ салонымды қимаймын дейді. Сұрақ қандай еді? Кезінде жағдайымыз күшті болды, ақша оңай келеді, бірақ көп емес дейді. Ақша оңай келетін болса, көбіне оңай келе беру керек. Сізде временно біресе келеді десе келмей тұр ғой, иә? Сенің жазғандарың көрінбей тұр екен, андай болып тұр да. Соны не үшін ондай болып тұр? Мен модератор болғансың ғой. Жоқ, одобрить ету керек деп қойған. Одобрить еттім. Енді көрдің ба? Солай сияқты. Так, курстың 6000 теңге. Команда қойып жұмыс жасаудан қорқам, сөзімді өткізе алмай, мені тыңдамай қалады ма деп. Сол қорқыныштан қалай құтылуға болады? Разбор керек қой. Жұмыс жасап сөзімді өткізе алмай, мені. Бұл сол қорқыныштан қалай құтылуға болады дегенде, кішкентай кезіңізде мектепте, балабақшада өлең айтып, үйде қонақтар келгенде өлең айтып, елдің алдына шығып сөйлей алмай, тұтығып, күлкі болған кездеріңіз бар ма? Осындай состояние болған кезде, өскен кезде біз адамдардың алдына шығуға қорқамыз. Түсіндіңіздер ма? Кәсібімді, үйімді сатайын деп отырмын. Не жағдаймен? Әпкемен жұмыс жасасам, бала шағам алып қала береді. Не дейді? Өздері оқи берсін, 5000 теңгелік сабағыңызды алып көтерілдім дейді. Қуаныштымын. Алла берекет берсін. Ойыңыз өзгерсін. Давлатов не дейді? Кім қарызда жүрсе, кім кредитте жүрсе, бірінші қуануды үйренсін. Вот ең қиын жұмыс. Мысалы, сенің қиналып жүрсең, ажырасып жүрген болсаң, сүйіктіңнің бір саған деген сатқындығын білсең, оның бір салқындығын көрсең, сен қуана алмайсың да. Күні түн сенің миыңда тұрады, ол уайымдатып тұратын болады. Сондықтан папам көп жұмыс жасайтын кезде шаршайтын, мен айтады, мен бай боламын, ақша табу қиын деп ойлайтынмын дейді. Бай болмаймын, ақша табу қиын. Вот видите, ол өзгереді. Ол өзгереді. Мысалы, маған бір ер азаматпен өткенде развод жасадым, жұмыс жасадым. Ол ер азамат не дейді? Мен үлкен ақша тапсам, сотталып кететін сияқтымын деп қорқамын дейді. Біз сонымен жұмыс жасадық. Өзінің папасының інісі өте мықты кәсібі болған, өте үлкен бизнесі болған. В итоге өте үлкен суммамен қарыз болып
в итоге сотталған. Сонда әкесі айтады екен мына қыз баласына: балам, байқап жүр, көрдің ба, міне ақшаның соңына түсіп кетіп еді, ақыры не болды деп айта береді екен. Көрдіңіздер ма? Яғни осындай біздің бала кезде естілген, бала кезде бір-ақ ауыз сөз өмірімізге көбінесе әсер етіп қалды. Мысалы үшін ене деген оңбаған деген бір қыз болған, енесімен отношение өте жақсы. Сонда өзінің анасын ене деген оңбаған, енесі құрсын деген бір сөздерін, ұрыс керіс жылағанын көріп қалған. Сол моментально какой-то бір сөз подсознаниеға жазылып кетеді. Сондықтан барлықтарыңызға сіздерге совет беремін: орысша білетін болсаңыздар, подсознание может все деген кітапты алып оқып қараңыздар. Добрый вечер, Айнұр ханым. Инста-запрос атты. Почему-то на запрос не ответить. Извините за беспокойство. Сабаққа тірі келе алмай жатқандар көп сияқты дейді қыздар. Соны ботаға айта сал. Қазір мен айтайын. Деп жатқан. Хорошо. Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер. Анда
кешірім өтінем. Кешірім өтінем. Балаларыма ұрысқым келмейді, бірақ кейде ашуланып ұрысып қоямын дейді. Өзіңізбен жұмыс жасаған сайын өзіңіздің мінезіңізді контрольда ұстайтын боласыз ғой. Өзіңізбен жұмыс жасалмағаннан кейін все, иә, қосылды, иә. Ақша пайда болса туыстар сұрайды деп ойлай беремін дейді. Курс 6000 оставьте доступ навсегда, пожалуйста. Когда слушаю вас, мотивация мощная идет. Казахский плохо понимаю, учусь. Спасибо дейді. Рахмет сізге де үлкен. Қаншама курстар алдым, аяғына дейін жеткізе алмаймын. Бұл курсымыз 10 күн болады. Ай, Кристина, ассаляму алейкум. Кристинаға жазылып қою керек еді, қаяқтан жоғалтып алып едім, фотоны потерялась. Мені қосыңызшы, қалай жетістікке жеткенімді айтсам дейді. Жасым 26-да продавец кассир болып жасаймын, магазинде жұмысымнан ұяламын, лауазымда айлығы көп компанияда жұмыс жасағым келеді дейді. Алла ниетіңізге жеткізсін. Так. Сабаққа төлем жасадық, бірақ тіркеле алмадық деген кісілер. Бәріңізді тіркеп қойған ғой, тіркелмеген ешкім жоқ екен. Барлық запросты алынған. Сәлематсыз ба, Назым ханым, тезірек қосылсаңыз. Саламатсыз ба? Ой, мен сізді шығарып тастай берейін, иә? Сіз что-то көп уақыт алып жатсыз. 4 айдан бері жатам, еш нәрсеге желание жоқ, не қылышымды білмеймін дейді. Не болды, не жағдайдан кейін жатып қалдыңыз? Просто так жатқан жоқ, сол бір нәрсе әсер етті ғой сізге. Вот не нәрсе әсер етті. Так. Бала кезімізде қинап өлең айтқызушы еді, ұялып артынан жылап жібередім. Сонда да даусым дірілдеп соңына дейін айтушы едім. Вот бұл да травма. Значит, сіз өскен кезде жаңағы көпшіліктің алдына шығып, не только өлең айту, даже бола ма? Көпшіліктің алдында тос сөйлеуге қорқам дейтін адамдар бар ма? Көпшіліктің алдында сөйлей алмаймын дейтін адамдар бар, иә? Мені әлі тіркеген жоқ. Байлық психологиясы парақшасына ешқандай запрос жоқ, тап-таза тұр. Егер әлі тіркелмесеңіздер, 130 51 57 номеріне мені тіркеңіз деп жазыңыздар. Сабақтың құны 6000 теңге. Сабақтың ішінде үлкен ақшадан қорқу, саудадан қорқу туралы топтық разборлар жасаймыз ертең. Кішкене. Сондай сабақтар болады ертең. Одан кейін сата алмаймын, адамдармен қарым-қатынас жасай алмаймын, елдің алдына шығып сөйлеуге қорқамын дейтін жұмыс нелермен, блоктармен де ертең біз топтық разборлар жасайтын боламыз. Мен ойымды анық жеткізе алмаймын дейді. Көпшілік алдында сөйлеуге ұяламын дейді. Сол кішкене көпшілік алдында сөйлеуге ұяламын деген кісілер кішкентай кезінде, жаңағы өлең айтқан кезде, сабаққа тақтаға шығып, сабақ оқыған кезде күлкі болып қалған, бәрі мазақтаған, сондай бір жағдайлар болған кезде бізде осы қорқыныш болады екен. Мен депрессияға түсіп кете беремін, өзімді қатты мәжбүрлеп. Депрессия деген сөз қазір модаға айналды ғой. Сәл бір нәрсе болса мен депрессиядамын, депрессияға түсіп жатырмын, депрессияға кірейін деп тұрмын, депрессияның не екенін де білмейміз, өзіміз ойлап тауып алғанбыз. Көңіл күйіңіз төмен түсе ма, спортпен айналысыңыз. Көңіл күйіңіз төмен түсе ма, үйге уборка жасаңыз, әрекет етіңіз, қимылдаңыз. Сонда болмайды ешқандай депрессия. Ертеңгі сабақта біз қарыз, кредиттің ала берудің оның да бір психосоматикасы бар, иә? Көпшіліктен қашам, антыласым, көпшіліктен тартынамын дейді. Кішкентай кезден өте көп травма солар, қазір мені келді. Еш нәрсе жасауға жағым жоқ, жата бергім келеді. Мені бала кезде біреу шапалақпен ұрса, мен бала кезімде жыладым, бетім көгерді, ісінді, иә? Қатты мен соқ қалған кезде мен солар қорықтым, жыладым. Но қазір мен ол әңгімені айтқан кезде жыламаймын ғой, өйткені қазір маған больно емес. Сондықтан бала кезде мен травма көріп едім, сол мені атқа тартып жатыр деген нәрсені өтірік сылтау ұратпаймыз, жертва болмаймыз, достар, иә? Мен Гүлназ Болатқызы байлық психологиясы парақшасына мені қосыңыз деп жазыңыздар. Запрос просто жасай берген, елдің бәрі запрос жасайды, 1000 адам жасаған, оның бәрін қоспайды ғой. Чек жібересіз, мені қосыңыз деп жазасыз, содан кейін барып сізді қосады. Түсіндіңіз бе? Атақ просто так қоса бермейді сіздерді. Жұмыста қалуыңыздан жасай дейді, мен қорқақтаймын. Мен бір апта болды. Кім? Не дейді? Чәудейма, ішчіға сал. Мен жұмыстан шықтым, енді басқа жұмысқа кіре алмай жүрмін дейді. Қандай жұмыс істегіңіз келеді? Молшылықты қалай айтамыз, түсінбей жүрмін дейді. Барлығы молынан.
өте көп, изобилие. Су өте көп, тамақ өте көп, нан өте көп, көп. И біреу келетін болса, мысалы үшін тамақ аз ғой деген сөз, барлығы да көп. Береке, молшылық. Таныстар келген киімдерін берсе, қаншалықты дұрыс кигенге бола ма дейді. Ұнаса киін, сонда тұрған не бар? Проверка муж дейді. Тексерем, жекеге жазыңыздар, звондап тексерем дейді. Мәссаған. Қартайыпсың ғой, Айнұр дегенде осындай да сөз болады екен, субханалла. Мен өзім менен іштеп жатам, причинасын таппай жатам. Үйленесіз, үйленіп жасайсыз. Өз күйеуімен ұрыссам, енем маған жабылып, айтпағанда айт, жолдасымен бірге жабылып кетеді дейді. Мындай ғой. Біз қазір тойда отырмыз, айналамда мас адамдар өте көп дейді. Сіздің реакцияңыз қандай мас адамдар? Қорқасыз ба мас адамдар? Нервіңізге тие ма? Жүрегіңізді айныта ма? Мас адамдар сізді триггерить етіп тұр ма или қалай? Мен бағында түсіп қалған достар, мен самолетчикті көтеріп қойсаңыздар, менің ойыма ажырасып кетсем деген ой келе береді, неге екен дейді. Бала кезіңізде кім ажырасты, кімнің ажырасқаны қатты әсер етіп еді? Кімді жақсы көрдіңіз, сол адам сіздің өміріңізден жоқ болып кеткен болды ма сондай? Бәрін көріп, неге маған жауап бермей отырсыз дейді. Рахмет, Айгерім ханым. Тетевім айналсам, бірақ сыйлыққа бергім келіп тұрады, беремін сыйлыққа. Сатудан қорқасыз, ата алатыныңызға сенбейсіз. Байлық психологиясы 6000 теңге. Жолдасым мені тастап кетті, басқа бір қызбен кетті дейді. Жолдасым мені тастап кеткен жоқ, тастап кететін мусор емессіз ғой, сіз адамсыз. Сіздің өміріңізден кетті, өзінің адамын тауып кетті деген. Алла білуші ғой. Сабыр етсеңіз, осы сынақтан достойны шығатын болсаңыз, Алла хайырлысын береді ғой. Өмірдегі жалғыз еркек ол емес қой, иә. Үлкен балама претензия көп, каждый қылығына раздражаюсь, соны қалай қоюға болады? Үлкен балаңыз кімді напоминает? Бұл сабағын күшті тыңдап жүрмін, тек жасау керек. Маған қатысуға әрине керек, ер азаматтарға обязательно қатысыңыздар. Так. Мен сәлеметсіз, мен бай көп ішеді, балалар қосады, не істеуге болады дейді. Балалар қосады деген қалай, түсінді түсінбедім. Курс марафон қатыссам, басын бастап аяғын тастаймын. Сол үшін бұл ұзақ марафон емес. Қалай сонда кімді напоминает? Ну, кімді триггерить етіп тұр, неге ақша таусылып қалады деп қорқа берем дейді. Бұл да мама мен папаның программасы болуы мүмкін, әке шешенің сценарийі болуы мүмкін. Ақша таусылған кезде мама әке шешеміздің қатты бір қиналған сәтін біз бейсаналы түрде қабылдап алған болсақ, өскен кезде де осы қорқынышпен прорабатывать етпейтін болсақ, осы қорқыныш қайта оянып тұрады. Сабақтың құны 100 000 теңге, бірақ қазір тіркелгендерге 6 000 теңге. 7 000-ға ертең өсет деп жатырмыз, бірақ әлі өсірген жоқпыз, өйткені не болды? Кім? Себебі мен қазір сеневой банға түсіп тұрмын. Бонус сабақтарыңыз күшті екен, байлық психологиясын алғаныма өте, бонустың өзі сонда, ертең сабақ қалай болатынын ойланып көріңіздер. Маған да көп ажырасу. Вот видите, кім ажырасты балалық шағыңызда? Кім ажырасып кетеді деп қорықтыңыз? Үлкен қызым 9-да, түкке желаниясы жоқ, қалай ашсам болады? Мүлде ештеңкеге желаниясы жоқ па? Хотя бы бірдемеге, интернетке, телефонға хоть желаниясы бар шығар. Сіз көрінбейсіз, поисктан іздеп таптым дейді. Балқия екеуміз осы сабақта береміз. Өте эмоциональный болып барам, тез ашуланып, сәл нәрсеге жылаймын дейді.
Қанша бизнес істеп келе жатырмын, бірақ бір жерде тұрып қалдым. 3 жылдан бері ақшам жиналмайды. Бұл жерде разбор керек уже. Папамен сөйлесе алмаймын, қатты сөйлесе өкпемнен ең ауыр сөз шықпай тұрған сияқты сезінеміз. Папаңыз арақ ішкен бе еді? Маманың маған көп ұрысқаны напоминает. Ұрысқанда дұрыс сөз айтпайтын еді. Енді қазір өзім соны неосознанно айта беремін. Мамам қазір маған тап солай ұрысады. Мысалы, қараңыздаршы, мынаның ішінде лосьон бар, иә. Мен лосьонды алып ішпеймін ғой, напиток деп. Бұл напиток емес, бұл лосьон. Не үшін? Өйткені бұның ішіне лосьон құйылған. Бұның ішіне қандай сұйықтық құйылды, мен соны ғана ала аламын ішінен. Басқа ештеңені ала алмаймын. Адамның жан дүниесі де сондай, адамның ментальный кошелек те сондай. Егер сіздің жан дүниеңізге бала кезіңізде өте көп агрессия құйылған болса, яғни сізді жазықсыз көп ұрған болса, өте көп ұрысқан болса, сіз өскен кезде ол құйылған нәрсені төгесіз. Мысалы, бала кезіңізде сізді өте көп ренжіте берген болса, ренжіте берсе, сіз не істейсіз? Өскен кезде күйеуіңізге ренжи бересіз, айналаға ренжи бересіз. Пока іштегі реніштермен жұмыс жасамайынша. Менде өте көп қыздар болды. Мен енемді жек көретім дейді. Бізде реніш терапиясы дейтін сабақ болды. Сол ренішті жасаған сайын енеме деген реніштер, мен вообще ренжімеймін. И ол да маған махаббаты ашылды деп айтады да. Сондықтан да осы жерде негатив жазғандар ылғи еркектер, сондайларға қарап күйеуге шығуға қорқамын. Енді ер азаматтар қазір бізде ұсақ болып кетті ғой, сөзге ереді, әйелдердің алдына шығып алып әңгіме айтады, ұрысады, боқтайды, кішкентай қыздарды зорлайды, мысалы, иә. Сондай бір состояние. Өйткені көбінесе ер азаматтар, қазір енді бұрын еркектер қандай еді, иә, армияға баратын, мал бағатын, қойдың, сиырдың боғын шығаратын. Қазір не, телефонды қарап отырады. Ер азаматтық күш қуат деген өліп жатыр ғой, былайша айтқанда гормондары өліп жатыр. Сондықтан олар не істейді? Отырып алып, осы әлеуметтік желіде жаңағы әйелдермен салғыласып отырып комментарий жаза береді. Бөлтірік шешенен сұрайды ғой, бұл адамдардың ішінде әйелдер көп па, еркектер көп па дегенде, бөлтірік шешен не дейді? Әрине әйелдер көп дейді. Мен әйелдердің сөзіне араласатын еркектерді де әйелдердің қатарына жатқызамын дейді. Неге басқа дінге кіріп кеткенсіз? Сіз қай діндесіз сонда? Мен қай діндемін? Сондықтан да бұл еркектердің жазып жатқаны, бұл өте қорқынышты. Бұл былайша айтқанда қазақтың қайғысы ғой, қасіреті ғой. Еркектердің әйелдермен алысып отырғанын, тиктокта отырып, әлеуметтік желіде отырып, әркіммен ұрысып отыру ер азаматтардың. Бұл қасірет қой. 6000 теңге тұратын сабақ, бұл байлық психологиясы деп аталады. Сата алмаймын, қарыздан шыға алмаймын, кредит ала беремін, ақша жинай алмаймын, ақшам қолымнан кетіп қала береді, ақшаға алдана беремін деген кезде сондай сабақтарға байланысты өтетін сабақ. Күйеумен бөтен адамдар жөнінде сөйлейміз, тек балалар үшін ғана жүрміз. Психология тілінде қалай түсіндірер едіңіз дейді. Тек балалар үшін ғана жүрміз деген сөз. Күйеумен балаларға өтірік жабамыз. Өзіңіз шешім қабылдай алмайсыз, отбасын реттеуге, не істеп не қоюды білмейсіз, әрекетіңіз, иә. Сосын не істейсіз? Балалар үшін жүрмін деп. Ертең өскен кезде балаларға айтады, сендер үшін шыдадым, сендер үшін жүрдім, сендер соны бағаламай атсыңдар. Өзінің әке шешесіне толық разы болмаған әйел ешқашан күйеуге разы болмайды. Ешқашан күйеуіне разы болмаған әйел ешқашан бала шаға, келін, күйеу балаға разы болмайды негізінде ше. Бұл кішкене бір тереңірек тақырып. Қайырлы білім болсын. Ужасқа бір жағдай естідім, әкесі қызымен бірге порно қарап. Ужас, бұған не айтады сонда кімге? Енді бұл ақыр заманның белгілері ғой, мен оған ештеңе айта алмаймын. Бүкіл елге неге порно қарайды, ужас деп айтатындай мен ешкім емеспін. Өзімде нем жетеді, қателіктерім. Ешкімді не осуждаймын, қыздар. Сізге қатысы бар ма? Сөйлесіңіз. Қатысы жоқ адам ба? Сөз закроем тему. Қазір не көп? Әкесі қызымен порно қарапты деген нормально, әкесі қызын зорлапты дегендер өте көп қазір. Кішкентай өгей әкелер деген өте қауіпті болды. Көрші қолаңдардан зорлық көрген. Еркектер ұл балаларды зорлайтын маған өте көп келіп жатыр қазір. Өте көп сондай травма, трагедия өте көп. Сондықтан да біз оларға ужас, қалай сен бүйтесің, қалай сен сөйтесің деп айтуға не имеем право. Біз олардың не үшін олай істеп жүргенін білмейміз да, түсінбейміз да, Құдай бізді түсірмей-ақ та қойсын, түсіндірмей ақ қойсын. Тәуіп болып кеткен ба не елдің самооценкасын айтатын дейтін. Айнұр Шубаевна деген кісі айтып отыр, иә. Бұл енді міне білімсіздік деген осы ғой. Травманы айту үшін, самооценка туралы айту үшін тәуіптік керек емес, психологиялық білім керек та. Айнұр ханым, неге алған білімді бөлісіп бастап кете алмаймын дейді. Өзіңізге сенімсізсіз ғой, сенімсізсіз.
Анаммен отношения нашар. Анасымен отношениясы нашар болса, кімнің анасымен отношениялары нашар? Құрбылармен отношенияларда, абысындармен, қайын жұртпен отношенияда өте көп испытание болады. Так. 5 уақыт намаз оқимын, альхамдулиллах, бірақ оқып болып тез орнымнан тұрып шығып кетемін дейді. Иә, кішкене уағыз тыңдап сөйту керек шығар. Балқия қандай тема айтады? Балқия бізде қандай тема айтады? Қазір көрсетейін мен. Қазір. Так. Қарыз тақырыбын айтады, байлықтың формуласы және сату психологиясын айтады. Балқия, Алла қаласа. 3 ай болатын сабақ неше уақыт сақталады екен? Тағы 2 ай ма сақталады. Медитация тыңдап бастасам болды, ұйқы қысады, сопротивление. Ұйықтай беріңіз. Медитация сопротивление, миды успокаивает. Ұйықтай беріңіз. Ол подсознательно өзінің жұмысын жасай береді негізінде. Ата-анам қайтқан соң себя потеряла, я понимаю, конечно. Но уақыт керек, уақыт өте, оның барлығы өтеді. Қазақ айтады ғой, иә, өлгеннің артынан өлмек жоқ дейді ғой. Так, осы номерге жібердім, қанша рет сабаққа қоспады дейді. Вот естіп отырсыңдар ма? 51-57-ге жібердім, қанша рет дейді. Сабаққа қосқан жоқ бізді дейді. Инстаграмдан парақшаға жіберу керек. Жоқ, ана енді WhatsAppқа жазып жатқанда айтпаймын екен солар. Аружан, сәлем, маған қанша запрос тұрғанын жіберші. Скрин жасап. Йога исламға қарсы ма дейді. Бұл жерде ниет деген нәрсе бар ғой, сіз оны тек қана жаңағы спорттық тұрғыдан алып қарайтын болсаңыз, ешқандай ниет қой, сіз оған табынып жатқан жоқсыз. Исламға қарсы болып, дінге селк қосуға қарсы болады, когда біз оны сол жерде медитация жасап, соның бір техникаларын жасап, солардың мантраларын айтып сөйтетін болсақ, ол бөлек нәрсе. Ал енді жалпы йога деген пилатес деп алсаңыз да болады ғой. Біз не содан бәле іздейміз ше. Так, жолдасыммен бұрынғыдай жылы қатынас жоқ, бәрі болып кеткен. Өзіңізбен жұмыс жасаңыз, өзіңізге көңіл бөліңіз. Сізбен разбор бойынша қалай хабарласуға болады? Оны дайректке жазасыз, қыздар сізге бірден жауап беретін болады. Мен тиктоктың тілін түсінбей жатырмын. Подсветила все подарки деген бірден шығып тұр, ол не екен? Сізге ана лайк заттар көп келіп жатыр, сол үшін ғой. Оны не істеп жатсың да? Ежедневный рейтинг болып жатыр. Машина жүргізуге қорқып жүрмін деген сөз. Значит, машина жүргізуге қорқатын болсаңыз, сізге не керек? Сізге психологпен жұмыс жасау өте тез кететін қорқыныш ол. Өте тез кетеді. Подарок жібереді сізге. Барлық запросқа жауап берілген, ақшасын төледім, запрос жібердім, инстаға бірақ қоспады сабаққа. Қараңызшы, сіз ақшасын төлеп, оны WhatsAppқа жібересіз. Инстаграмға чек жіберген, инстаграмға жазыңыз, мені қосыңыз деп жазасыз, сосын чек жіберіңіз. Қызым анамның жылуы керек деді, мен таң қалдым дейді. Но балалар алдамайды. Айнұр апай мықты көтерілгім келіп жүр, сізде сәл-пәл ақыл кеңес болса, кто мешает, что мешает? Айнұр ханым, барсыз ба? 2022-ден кейін көрмедім сізді, таппай қалдық қой дейді. Мен бармын ғой, өз парақшамда отырмын. Сол әлі. Айнұр ханым, көмектесіңізші дейді. Не болды? Сабаққа қатысу үшін 51-57 номеріне жазсаңыздар болды. Менің қорқыныштарым көп екен. Брайан Трейси айтады, адамның қорқынышы көп болса, қандай бизнесмен болса да банкрот болады дейді. Адамның қорқынышы көп болса, қандай байлығы болса да ол айырылады дейді. Ал енді қорқынышы жоқ адам қандай нөлде тұрса да ол өседі, көтеріледі, байиды дейді. Яғни қорқыныш бізге мешает. Қорқыныш мақсатқа жетуге мешает. Мысалы, менде бір қыз болған, самолетқа мінуден қорқады екен. Арманы ағылшынша өте жақсы біледі, Американы бағындырамын, ана жаққа барып оқимын, тоқимын дейді, самолеттен қорқады. Самолетпен қорқыныштың мысалы ақшаға дым қатысы жоқ, былай қарап отырсаң, түк те қатысы жоқ сияқты. Бірақ біз сол жеке разбор кезінде байқадық, сонда не шығып тұр? Егер мен ақшаны көп тапсам, мені әлемдік компаниялар жұмысқа шақырады, мен Америкаға бару үшін самолетқа мінем деген сияқты сондай запрос. Біз соның разбор жасадық. Самолеттен қорқам деген, самолеттен қорықпайды, шындығында кішкентай бала биіктен қорқады. Кішкентай кезінде қораның төбесінен құлап кеткен. Сол самолеттен биіктен қорқам, биіктен құлап кетем деген қорқынышын алып тастадық қыздың. Алланың қалауымен ол қыз болашақ программасымен Испания ма, Италия ма, сол жаққа қарай оқуға кеттік. Одан кейін мен хабарым жоқ, бірақ сонда бір ғана өзі таңғалып маған жазған болатын. Самолет биіктен
қорқам дегеннің де ақшаға өсуге қатысы бар екен ғой деп маған жазған болатын. Қарыздардан қорқам, шын сөзім. Сіз қарыздан қорықпайсыз, қарызды төлей алмай қалам деп қорқасыз. Қарызды төлей алмай қалсаңыз да неден болады, ар жағында неден қорқып тұрсыз? Қарыз төлей алмасаңыз не болады? Позор боласыз ба, сізді өлтіріп кете ма, сізді сотқа бере ма, не болады? Сіз қарыздан қорықпайсыз, қарыздың артындағы болатын ситуациядан қорқып тұрсыз. Вот соны табуымыз керек. Неден нақты қорқып тұрсыз? Неге менен басқа адамдар идеальный сияқты көрінеді дейді. Өйткені сізді бала кезіңізде, скорее всего, өте көп салыстырған. Бәленбайдың қызын қараш, түгенбайдың қызы күшті, ананың қызы бүйтеді, мынаның қызы сөйтеді деген сияқты. Сонда елдің бәрі күшті сияқты, сіз жаман сияқты. Сіздің разборыңызға жазылғым келеді. Иә, маған Инстаграм дайректке жазыңыздар. Әкемді көрген емеспін, әкенің сұлулығын көрген жоқпын. Сол себепті анаммен қарым-қатынасым нашар дейді. Бұл жерде енді әкеммен қарым-қатынас жоқ, анаммен нашар дегенде бұл жерде ананың қатысы жоқ негізінде, иә. Мынаны біліңіздер, достар, сіздер осознанный үлкен адамсыздар ғой. Осознанный үлкен адамсыздар. Сіздің анаңыздың сізге жасаған жақсылығын, мысалы қараңызшы, біздің анамыз бізге жылы сөз айтпайды. Мысалы былай да, ей, кетші бар иттің ғана қызы, қолыңнан түк келмейді, кешкешін ұйықтайсың, жаттасың, бізді қара бет қылып атсың деген сияқты шешеміз сондай сөз айтуы мүмкін. Бірақ сен қиналсаң, бірінші шешеңіз дейді. Сені біреу ренжітсе, бірінші шешең қорғап шығады. Немесе қарның ашып келсе, шешең тамақ береді саған, иә. Мынаны же деп. Қарным ашты мама десең, ей, аштан өл, одан ары деп айтпайды ешқандай мама. Әр ана өзінің махаббатын әртүрлі жолмен көрсетеді. Саған ұрысып жүріп шайыңды береді, ұрысып жүріп тамағын береді. Оның өзі махаббат қой шындаған кезде. Ұрысып жүріп 5-10 тиынын береді, ұрысып жүріп бір жылы киім жібереді деген сияқты. Бұның өзі ананың. Әр ана өз махаббатын әртүрлі қылып көрсетеді. Сондықтан біз анамыздың ұрысқанның артында махаббат бар екенін білуіміз керек та. Ұрысқанның артында, күйінгеннің артында, өзі жетпеген асқақ арманға қызым жетеді деген ой бар да, біз оның арманын одан сайын таптаймыз ғой, одан сайын жылайды да. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан біз анамыздың әр жүрген жүрісінен, өзі ішпей жемей, әдемі киім, бізді киінде, осының барлығы махаббат қой шындап келгенде. Сондықтан анамыздың махаббатымен сезіну, ментальды тұрғыда, жан деңгейінде анамызды сезінетін болсақ, жылуын сезінетін болсақ, махаббатын сезінетін болсақ, бізден бақытты адам болмайды. Мен анама керекпін ғой, анам қалай болған күнде де ешқандай ана баласын өлімге қимайды, жамандыққа қимайды. Ешқандай ана. Осының өзі махаббат шындап түсінетін болсақ та. Неге күйеуім менің ақшаға санап бәрін өзі алғысы келеді, контроль жасап, видеомыз қайда бар, сонда мені ұстамасын деп жесткий контроль жасап. Бала кезіңізде кім сізді өте қатты контроль жасайтын еді? Почему вы притянули сондай жестокий, то есть өте қатыгез демей қой, қатал адамды, не осындай мені контрольда ұстайтын адам деген программа қайда? Есімдегі сабақтағы бәрі ұрысқан 5 жыл алдында, енді сол кісілері ақша сұрайды, қалай көтерілдім деп қызығады. Барлық армандарым орындалып жатыр. Шұбарсу ауылына сізді айтып жүрмін. Алла берекет берсін, Назым ханым. Алла бұдан да күшті нығметтермен сізді қуансын дейді. Мен 12 жыл жатақханада жүргенмін, сіздің сабақтарыңызға қатысып бастадым. 2 бөлмелі үй алғалы жатыр. Мені құттықтап қойсаңыз болады. Сіз үшін қуаныштымын, баспанаңыз құтты хайырлы болсын. Айнұр апай, менің 4 жастағы қызым тұтығып сөйлейді, оған мен травмамның әсері бар ма дейді. Бұны енді біз көрмей, я, жоқ деп айта алмаймыз, бұны өздесіне көміп кеткен. Өз көзімен көріп шоқ алдым, не істерімді білмеймін. Айтқан дұрыс па, жазған дұрыс па, отбасымыз быт-шыт болды, жұмыс тоқтап қарсыға батып, жоқ енді суретті молаға тығып, оқытып, шоқытып, анау-мынау деген дүние көңілге алмайық. Мысалы үшін, ешкім Құдайдан құдіретті емес, ешкім Құдайдан мықты емес. Сондықтан да Ясин сүресін қойып, Бақараны қойып, өзіңіз дәретпен таза жүретін болсаңыз, ешкімнің дуасы да бәлесі де сізге жоламайды ғой. Өзіңіз психологиялық тұрғыдан мықты болуыңыз керек. Мен де күйеуіме контроль жасап отырамын дейді. Оны қалай қойсам болады? Әйел сияқты нәзік, ештеңке уайымдармен өмір сүргім келеді. Но постоянно күйеуімді контроль жасаймын. Не үшін? Өйткені мен контроль жасамасам, күйеуім не істейді? Измена жасай ма? Ойын ойнап кете ма? Арақ ішіп кете ма? Не істейді? Мен контроль жасамасам, күйеуімнің тарапынан қандай жамандық болуы мүмкін?
енді сол жамандықтың тамыры қайда? Ол жамандықты күйеуімнен бұрын бала шағымда кім істеп еді? Мысалы, күйеуімді контроль жасамасам, ол сатқындық істейтін сияқты. Мені басқа біреуге айырбастап жібереді. И детствоға барамыз. Балалық шақта тура осындай бөлді кім бізге жасап еді? Түсінікті ма? Яғни біздің тәніміз барлық эмоцияны есіне сақтап, тәніміз барлық эмоцияны бойына сіңіре береді, жаза береді. И балалық кезде сатқындық көрген кезде, ата-анамыздан суықтық көрген кезде, ата-анамыздың жылуына зар болып қалған кезде де біз бір адам анамызды жақсы көреміз, в то же время анамызды жоғалтып аламыз. Бізде қорқыныш, мен біреуді жақсы көрсем, оны жоғалтып алсам, мен қайғырамын, аза тұтып қиналамын. Сондықтан мен бұндай ошибка жасамау, күйеуді контрольда ұстап тұру керекпін. Не дай бог, ол қазір менің өмірімнен кетемін десе, ажырасамын десе, мен көтере алмаймын. Ну вот примерно осылай. Түсінікті ма, түсініксіз бе? Я онлайн қабылдаймын, дайректке жазыңыздар, қыздар сіздерге жауап береді. Айнұр апай, мен үйде отырып 100 мың теңге тауып отырмын. Бүгін есептесем 150 мың теңге тауыппын. Қалай көбейтем? 1 миллион тапқым келеді. Ертең осы байлық психологиясы сабағында мен масштаб деген сабақ өткіземін. Масштабқа шыққысы келгендерге тапсырмалар беремін. Соны 30 күн, 60 күн, 90 күн жасайсыздар. Қайта жасау керек. Анам қайтқаннан кейін жолым болмай қалды, өзімнен ба деп ойлап, қалай өлім сізден болады? Анам қайтқаннан кейін жолым, өзім деген нәрсені қойыңдар. Аллахтың қалауы деген, Алланың құдіреті, ла хауля ва ла қуввата илля биллах деген дүние бар ғой. Қалай сөзіңізден көресіз? Алланың әмірсіз жапырақ жерге түспейді. Жаңа іс бастап жатырмын, жан жағымдағы адамдарға ренжіп, ішіңізде өте көп обида. Осы бүкіл обиданың адресат кім? Кімге ренжіген едіңіз? Конкуренцияға деген қорқыныш бар, оны қалай жеңу? Конкуренцияға деген қорқыныш та солай. Бала кездегі көп салыстырудан болады. Бәленбайдың баласы, Түгенбайдың баласы. Немесе мектепте өте көп конкуренцияға тап болсақ, мысалы үшін біреумен постоянно бір жарысамыз ғой. Анадан күшті оқимын, анадан күшті боламын, одан күшті өлең айтамын деген сияқты. Бала кездегі сондай ощущениялар өскен кезде алдымыздан шыға береді. Бар жинаған ақшамнан алданып, айырылып қалдым. Бұл да травмадан. Вот. Әй, намаз шығып кетпесін бізде қазір. Бізде тиктокта қызу жұмыс жүріп жатыр. Тиктокта. Қарыздан шығу деген сабақты Балқия өткізеді. Ертең сабақта сату психологиясын Балқия өткізеді. Байлық формуласы деген сабақты Балқия өткізеді. Мен ертең сіздерге дейтін сабақ өткіземін. Үлкен сіздер білесіздер, қазір менің 15 шәкіртім миллиард товарооборотқа жетіп жатыр. Айнұр ханым, 45 миллион қарызым бар, сотталып кетем ба деп қорқатын. Бала кезіңізде кім сотталып еді? Қандай оқиға сізді осы қорқыныштың тамыры қайда жатыр? Соны тауып алып тастау керек. Қандай сабақ жайлы өтейін деп жаңа қосылдым, түсінбей жатырмын. Гүлжан ханым, бізде байлық психологиясы деген сабақ болады. Ол сабақты Балқия Балтабай екеуміз өтетін боламыз. Күйеуімнің изменасы шаршатты, не істесем болады, баратын жерім жоқ дейді. Ішіңізде күйеуім измена жасайды деген қорқыныштан бірінші жұмыс жасау керек, проработка. Измена мәселесімен психологиялық, терапиялық жұмыстар жасау керек. Тек қана бармаған жерім жоқ дейді. Көрінген жаққа бармаңыз, көрінген психологтармен жұмыс жасаңыз. Кәдімгі бір терапия емес, 2, 3, 4, 5 жүйелі түрде жаңағы комплексна психологпен жұмыс жасау керек. Мен 150 мың айлықта жүрмін, өскім келеді, сатта жүрмін, азыздан бастап жатырмын, қалай көтерілсе болады? Мышление көтереді сізді. Постоянно позитивтен шығып қалмаңыз, позитив, өзіңізді көтеріңіз, өз көңіліңізді өзіңіз көтеріп тұрыңыз. Инстаграм қандай? Менде айдың нұры ғой парақшам, Инстаграм парақшам. Енді әкем сотталған еді, кішкентайге. Вот осы ғой, әкем сотталған еді, сізде сотталып кетем ба деп қорқып жүрсіз. Өзім сотталып кетем ба деген қорқыныш болғанда, соған алып келетін бір нелерді, жағдайлар, ситуация туып кетеді. Сондықтан да кішкентай кезде қорқынышпен жүрмеңіздер. Ажырасып кетем деген қорқыныш болса, онымен жүрмеңіздер. Мені біреу ұрып кетеді деген қорқыныш болса, онымен жүрмеңіздер. Мас адамнан қорқамын деген. Менде бір әйел кісі болған. Әкесі өте қатты ішетін болған, анасын ұратын болған, балаларын ұратын болған. Біз сонымен көп терапия. Сонда ол кісі айтады, мен ешқашан арақ ішетін адамға тимеймін деп қатты қорқады, арақтан да қорқады, ішетін адамнан да. Сөйтіп намаз оқитын, дін саласында жүрген жігітке тұрмысқа шығып, құтылдым дейді, баласы ішіп кеткен. Видите, қорқыныштар біздің алдымыздан шыға береді, пока не прорабатываемся. Сондықтан да жұмыс істеуіміз керек. Кішкентай кезінде әкем анамды ұрып соққанда бауыздап тастап, үйдің жанына көміп тастаймын дейтін. Содан көз алдыма шабылған бас елестей береді, переживать еткен. Субханалла, срочно психологқа барасыз. Жұмыста
үш адамның жұмысын жасаймын, бірақ жалақысы ең азы. Мен неге? Өйткені сіз жұмысты көп істесем де ақша аз табамын. Кім балалық шағыңызда папаңыз жұмысты көп істеп бірақ ақшаны аз табатын кім еді? Көп ақшаға өзіңізге рұқсат бермейсіз, көп ақшаға өзіңізді лайықтымын деп ойламайсыз. Примерно. Жолдасымен тастай жабысып жүріп сізге жай жазған ғой, жылап, сіз маған кеңес бердіңіз дейді. Солай ма? Мен қатты шаршап кеттім, жолдасым арақтан бас көтермейді. Енді қиын ше, мынаны бүйткен кезде ол еркек арақты қоя салады деп айтуға келмейді да бұл жерде. Қиын енді бар ғой, реально бар ғой. Мен өзім де кәдімгідей қиналып қаламын. Біз ой бісміллә, мынандай ғой, енді арақ ішу дегенде бір травмадан, больдан болады негізінде, одан кейін иманның жоқтығынан болады. Сондықтан мынандай ғой, адам иманды болса, дініне адал болса, ол арақ ішпейді да. Егер күйеуіңіз арақ ішіп тұрса, ол алладан алыстап кеткеннен сіз жақындау керексіз ғой. Сіз жақындап Құдайдан сұрамайсыз ба? Сіз жақындап Құдайдан сұрамайсыз ба? Алла көбей. Мен сізге қазір жеке разводтың телефонын көрсетейінші, фотосын. Сіз соған сол номерге WhatsApp-қа жаза салыңызшы. Қазір мен сізге көрсетейін, сіз үшін арнайы. Қазір қалай көрсететін еді оны? Қазір мен жаза саламын. Балапандықын жазу керек. Қазір Маржанай деген қыз жазады, осы жерге номер 49, соңғы 44 болу керек, соңғы номері. Сол Маржанайға WhatsApp-қа жаза салыңыз. Сізге Алла разы болсын, аман болсын, сізді үнемі тыңдаймын дейді. Ясин сүресін оқып сұраңыздар дейді. Мен Ясин сүресін оқып Алладан сұрап жүріп, күйеуім қойып кетті, альхамдулилля дейді. Аман болыңыз, сізге Алла разы болсын, рахмет. Ақша табам, бірақ өзіме жаратуға қимаймын. Өзімді жақсы көрмегенім ба? Жоқ. Ақша өзіне жаратуға қимайтын адамдар дейді ме? Үйдің 3-ші, 4-ші баласы, даже 2-ші баласы болсаңыздар, 2-ші қыз, үстімдегі қыз, одан кейін мен қыз. Ана үйіміздегі әпкемізден қалған киімді кие береміз ғой. Өскен кезде біз өзімізге киім қимаймыз, киім алуға. В основном солай да. Көршімнің әкесі ішкіш болған, әкесі қызын, яғни көршімді қатты ұратын болған. Қазір күйеуі ішкіш, көршімді ұрады. Бала кезінде көзінше, қазір өмірінде. Енді психологпен жұмыс жасау керек қой, ұрады екен деп жүре беруге болмайды ғой. Мынандай ғой достар, мысалы үшін мен күнде көңіл күйім түсе беретін болса, мен көңіл күйім түседі деп отыра бермеймін ғой. Мына көңіл күйім түседі деген не деген сөз? Жаным ауырады деген сөз ғой. Жаным ауырып тұр деген сөз. Жаным ауырады деген сөз, жанымды емдеу керек деген сөз да. Түсінесіздер ма? Менің көршім таяқ жеп жүр деген сияқты. Немесе мен қиналып жүрмін деп жүре беруге болмайды. Қиналып жүрмін, жаның қиналып тұр сенің, тәнің емес, жаның. Жаныңды қинап қашанға жүресің, енді бір амалын жасамайсың ба? О, ақша жоқ, анау деп сылтауратпаймыз. Қазір ютубта ақпарат деген топ тұр, мен сабақтарым топ тұр, Балқия топ тұр, Марсия топ тұр. Тыңдаңыз өзіңізбен. Қаншама әйелдер өз өмірлерін жақсартып жатқан, қаншама әйелдер отбасын ажырасудан сақтап қалған, қаншама қазақтың 100 мыңны, миллионға жоқ табыс тапқан, 100 миллионға жоқ табыс тапқан біздің 100-ден аса қыздарымыз бар екен. Қазақстанда 50-60 менің оқушыларым клиникалар ашқан. 100-ден аса біздің оқушыларымыз балабақша ашқан. 100-ден аса балабақшалар бар екен. Біздің оқушыларымыз ашқан. Сондықтан да соларға қарап қиналып отырмын. Күйеуім арақ ішеді, енем тиісіп жатыр деп қашанға отыра беруге болады? Абысыным күн бермейді, үйленгім келеді, істегім келеді, жасағым келеді. Енді оқы десе, оны оқығымыз келмейді. Не істеу керек сонда? Точно, мен ортаншы қызбын, солай жасаймын, өзіме қимаймын. Арасында ғана тойға отырысқа мереке қалды. Сіңілім алады кішкентайынан сондай. Үйдің кішкентай, мысалы үшін менің үйімде, Ардақ менің туған сіңілім, кішкентай кезде Ардақ қанай. Ардақ айтады, мен осыны алам дейді. Шалбар әпер дейді. Әпермесе жылайды, жер тепкілейді, бітті, соны алады. Ол сондай болды. Ал мен қалай, мен алам деймін, жоқ десе мақұл дей салам, әлі күнге солай. Өзіме қимай қалам, маған ыңғайлы болса киіп жүре беремін. Ұнамаса да киіп жүре беремін. Әлі күнге шейін солай. Меня не триггерит, в принципе. Триггерить етсем, конечно, бұны жөндеуге болады негізінде. Күйеуімді 3 жылдан бері басы проблемадан шықпайды, бүкіл жақындағым қинап жіберді, қалай шешім табамыз? Не қинады, кім қинады? Айнұр ханым, мен қарыздан құтылсам өліп қалатындай болам, көп ақша табуға да қорқамын. Бұл жерде разбор керек. Разбор керек, аха. Мысалы, менің әкем ұрмаған, бірақ мені қазір күйеуім ұрады дейді. Әкеңіз ұрмаса, мамаңыз ұрып беді, ағаңыз ұрып беді, осы жағын қарау керек. Осы жағын қарау керек. Қызым 17 жаста үнемі недовольный болып жүреді. Қолдан келгенше бәрі керегін әперемін, не істесем болады дейді.
қызыңыздың алдында, егер біз балаларымыздың алдында өзімізді өте қатты кінәлі сезінсек, чувство вины болса, чувство вины деген сөз не? Я виновата деген сөз, мен кінәлімін. Кінәлі адам жазалану керек, да? Когда у меня слишком много чувства вины, менің балаларым мені наказать еткісі келіп тұрады. Сіз кінәлісіз, дұрыс емес, мынау өмір ұнамайды, мынау бір бәле. Бірінші чувство винымен жұмыс жасаймыз бұл кезде. Так, біреудің миллиардтарын санағанша өзімнің миллиондарын санағым келеді. Амин деп қойсаңыздар. Амин, амин, амин. Азахан супер ғой дейді. Ол кісіге қарап тірілем ғой дейді. Көп табыс табу үшін қандай әрекеттер істеу керек? Көп табыс табу үшін бірінші миыңызда жеңілдік пайда болу керек. Егер миыңыз ауыр болып тұратын болса, көп табысты ойлаған кезде миыңыз шаршап, қиналып, құрсыншы ойлағым келмейді дейтін болсаңыз, ми тяжелый болып тұрған кезде бізге айналамыздағы ситуациялар тяжелый болып кетеді негізінде. Мына миға жеңілдік керек. Біз не үшін медитация жасаңдар дейміз, не үшін разборлар постоянно. Мына миды жеңілдетеміз. Кеше мен бір қыз баламен жұмыс жасадым. Ол қыз отбасында қазір ажырасу болып жатыр, өте ауыр. Миы ауыр болып кеткен ғой, ұйықтамаймын дейді. Енді депрессияда ғой. Ұйықтамаймын, тамақ ішпеймін, 8 кило тастадым, аяқ қолым дірілдейді. Біз енді соны разбор жасап, сол миындағы ауырлық, миды жеңілдеттік. Бүгін әсерің қандай десем айтады, бүгін керемет ұйықтадым дейді. Ми жеңілдеп жатыр. Ми жеңілдеген сайын проблеманы шешіледі. Мысалы біз қарызды ойласақ, миымыз ауыр болып кетеді. Қай кезде сіздің миыңыз ауырлап кетеді? Айтыңыздаршы, қай кезде? Күйеуді ойлағанда ма, қарызды ойлағанда ма, қай кезде сіздің миыңыз ауырлап тұрады? Миыңыз шаршап тұрады. Одан кейін бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, қай кезде сіздің қорқыныштарыңыз оянып тұрады? Осыны ойланып қарап көріңіздер. Бронхиттің психосоматикасын мен білмеймін, психосоматолог емеспін, бірақ психосоматикасы однозначно бар. Мен білем, мысалы, зоб, кімде зоб бар? Зоб деген сөз, кімде зоб бар? Ол кімде? Мысалы, зоб, қараңыздар. Мен енеме көп претензиям бар, бірақ айтпай қоя саламын. Енеме көп претензиям бар, бірақ айтпай қоя саламын. Балама ренжимін, бірақ айтпаймын, ішіме жұта саламын. Әпкеме айтпаймын, әке-шешеме айтпаймын, бәрін ішімде жұта берген кезде ол зоб болып кетеді негізінде, иә. Психосоматологпен жұмыс жасау керек. И медицинаны обязательно қосамыз. Орысша білмеймін дейді, грамотно сөйлегім келеді дейді. Кезінде әпкем аузымнан ұрған дейді. Орысша сөйлей алмайсың деп аяқ киіммен ұрған. Қазір міне орысша сөйлей алмайсыз. Қазір в принципе сіз бұны плюске айландырыңыз. Я әпкеңіз аузыңыздан ұрыпты, орысша сөйлеме деп ұрған. Енді сізде бір арман болып қалып кеткен. Былайша айтқанда гештальт, незакрытый гештальт болыпты. Сіз оны плюске айландырыңыз. Дәл қазір орысша сөйлеу вообще-то модада емес, та. Қазір қазақша күшті сөйлейтін адамдардың заманы туыпты. Әпкеңізге благодарны болыңыз. Мен сізге рахмет айтам. Орысша сөйлетпегенің үшін, орысшаға ойымды, уақытымды құртпағаным үшін мен саған рахмет айтам. Оның маған түкке керегі де жоқ болды ақырында. Қазақша сөйлегенім үшін, қазақша білгенім үшін саған рахмет. И минусты плюске айландырыңыз. Немесе әке-шешеңіз көп ұрған болса, соққан болса, не істейміз? Тоже плюске айландырамыз. Мені қаталдыққа тәрбиелеп, мықты тәрбиемен, мен жезөкше болған жоқпын, арақ ішіп кеткен жоқпын, дұрыс әйел болып отырмын, дұрыс ана болып отырмын, тамағымды жасаймын, үй отбасында пысықпын. Осының барлығы сендердің мені шыңдағандарыңның, қайрағандарыңның, қаталдықпен қарағандарыңның арқасында деген сияқты, иә. Яғни барлық минусты плюске айландыруымыз керек болады. Онлайн психологпен жұмыс жасау, конечно, көмектеседі. Менің психологым, мысалы үшін, Москвада отырып, мен 2,5 жыл болды онлайн сол кісімен жұмыс жасап келе жатырмын. Қазір керемет мүмкіндік, телефон қолыңда, үйде отырып алып, Америкада отырып Тони Роббинспен сөйлесуге болады. Қазір осы мүмкіндікті пайдалану керекпіз ғой. Қарыз көбейіп барады, табыс аз. Өйткені бүкіл фокусыңыз қарызда тұр. Бұл кезде осы байлық психологиясына қатысыңыз, Алла қаласа, неге көбейіп барады қарызыңыз? Соның психосоматикасын табатын боламыз. Айнұр әпке, мен 187 миллионға 2 пәтер алдым. Біреуін шетелден и Алматыдан, шүкір. Бірақ табыс сонда да аз жетпейді. 15 миллионнан аса алмай жүрмін. Неге екен? 100 мың долларға шыға алмай жүрмін. Қараңыздар. Сіз не асықпай жайлап келесіз. 187 миллионға 2 квартира алып жүрсіз. Бірақ сіз 15 миллион аса алмайсыз. Одан да көп алғыңыз келеді. Одан да көп. Мысалы, қараңыздар. Қазақ айтады, ол көтере алмайтын шоқпарды беліңе байлама дейді. Көп ақшаны жалпы қаншалықты көтеруге дайынсыз. Көп ақшаның сынағы да көп болады. Оған қаншалықты сіз дайынсыз. Көтере аласыз, мәселе осында. Көп ақша болса қандай проблема болуы мүмкін. Осы жағын кішкене қазып көру керек, иә.
күйеуімнің бүкіл минусын көремін деп отырамын, не істеу білейін, ана құндылықта осы сабаққа күшті не болып еді, ақпарат болып еді, иә. Сізді тыңдасам тынышталып қаламын, Айнұр ханым. Онлайн қабылдауға жазылғым келеді, бағасы қанша дейді. Онлайн қабылдаудың бағасы менде 300 мың теңге. Но мен сіздерге советую ретритке қатысқанға. Ретриттің бағасы максимум 400-500 мың теңге болады, зато 3 күн бойы менімен бірге жұмыс жасайды ол жерде. Біздің келесі ретритіміз июньнің басында болады, Анталияда болады. Оған 7-ақ па 8-ақ па орын қалып тұр. 18 миллион таппай отырмыз, 180 миллион түгел. Иә, мына кісіге айтып жатыр екенсіз ғой. Айнұр апай, өз-өзімнен жабылып қалдым, не істесем болады? Ашыламыз. Вот. Разбудға сізге келгім келеді, онлайн бола ма? Иә, онлайн болады. Онлайнға келу үшін бізде өзі айтпақшы былай ғой, менің инстаграм парақшама кірсеңіздер, мінекей, инстаграм парақшама кірсеңіздер, мына жерде телефон номері тұр. Мына байлық психологиясы кетіп қалыпты ғой, иә, бұл жерде. Дайректке жазыңыздар да. Дайректке жазсаңыздар сіздерге. 99-41 комментарий жібердім. Дайректке жазыңыздар, сол жерде не тұр. Так. Жеке разбудға 99-41 деп жазып жатыр қыздар, сол номерге жазылсаңыздар болады. Ашылу керек екен, білемін ғой, қалай істеймін дейді. Жабылып қалдым дегенде қараңызшы, қай кезде жабылдыңыз, не әсер етті? Адам өзінен жабылмайды. Бірдеңе триггер болады, бір жағдай әсер етеді, біреу сізді боқтап жібереді, біреу итеріп жібереді деген сияқты. Не жағдай әсер етті? Неден қорқып кеттіңіз? Жабылып қалу деген қорқам, жан-жағымнан қауіп, опасность сезініп тұрмын деген сөз. Қандай опасность болды сізде? Қай кезде, қай сәтте жабылып қалдыңыз? Разбудты Алматыда қашан жасайсыз? 3 күндік күзде болса күшті болар еді дейді. Мә, сол ретритке шын айтайын, мүлде уақытым болып жатқан жоқ. Қыздарыма көп ұрысып қоямын, тез ашуланамын, азанда тұра алмаймын, жата беремін. Сіз енді жаңағы депрессияға кіріп кеткенсіз ғой. Депрессияға кіріп кеткенсіз ғой. Мына мал тиктокқа көшкен ба дейді. Енді бұл фейк парақша сияқты. Бірақ енді вот видите, адамдардың я в депрессии дейді. Адам адамға мал деп айтпайды негізінде. Өзінің малдық сипаты болған кезде ол соны айтады. Мысалы біз біреуге сен хайуансың деп айта алмаймыз, иә? Кімге айта аламыз? Өзімнің ішімде хайуандық сипатым болса айта аламыз. Ақша туралы ойды өзгерту неден бастау керек? Осы 6 мың теңгеңізді қиып, осы байлық психологиясынан бастап көріңізші, жаным. 6 мың теңгеңізді қиып көріңізші. Қолым іске бармайды, жұмыс жасағым келмейді, еш нәрсе жақпайды, тек ұйықтағым келеді, руки опускались дейді. Сіз Қарақалпақтан сияқтысыз, иә? Қарақалпақтың қыздарында біз мантрлық жасайын деп жатырмын ғой. Қарақалпақтың қыздарына ғана жасайын деп жатырмын. Қарақалпақтың қыздарына жасайын деп жатырмын. Алдан соңғы кезде көп тыңдамайтын болып жүр, отырып ойланып алладан сұрайтын болдым. Мен тәрбие бере алмаймын, Раббым сен тәрбиелеп өздері көр. Мен тәрбие бере алмаймын деп айтпаймыз. Қолымнан келгенше беріп жатырмын, иә, тәрбиені. Ақша табу үшін қанша әрекеттенсем еш нәтиже жоқ. Ой өзгермей, ақша өзгермейді, қыздар. Ой өзгермей, нәтиже өзгермейді. Бірінші ойды өзгерту үшін көп тірліктер жасаймыз. Мысалы, маған қыздар айтады ғой, айтыңыздаршы, қол көтеріңіз деп, мына чек жасап жатқан қыздар. Үзбей сабақтарға қатыстым, сосын міне үй алдым. Үзбей сабақтарға қатыстым, нәтиже келді. Яғни сабақ не үшін беріледі жалпы? Ойды өзгерту үшін. Не үшін инфобизнестегі адамдар елдің бәрі алаяқ дейді? Өйткені ойды өзгерту деген ойдың қайда тұрғанын ешкім білмейді. Ой өзгергенде адамның қалай өзгереді көзге көрінбейді. Түсінесіздер ме?
айтатыныңыз тек қана бір әңгіме шаршамадыңыз ба, бұрын сыйлайтын едім, қазір для интерес командасында, бірақ ренжімеңіз. Жоқ, мен сізге ешқандай ренжімеймін. Мынандай нәрсе ғой, тек қана бір әңгіме шаршамадыңыз ба дейді да, сіз естіп қойдыңыз, нәтижеңіз бар ма? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, осы сөздің өзіне, осы сіздер баяғыда оқып тастаған, естіп шайнап тастаған, ата анамен қарым қатынасты енді біліп келе жатқан адамдар бар. Егер мен сол Құдай аузыма салып тұрса, ол адамдардың алдындағы миссиям әлі бітпеген деген сөз. Айнұр әпке, мен бір ғана түпсанаға қатысқан, бәрі Алланың қалауымен ғой. Бірақ 187 миллионды да, шет елді де, брендті де бәрін көріп келе жатырмын. Енді тоқтап қалдым. Мгм. Мгм. Ата-анама ренішім көп, ата-анамен бірге өссем де жетім сияқты өстім. Қалай реніштім? Вот видите? Видите? Бұл адамдарды аттап кетуге менің ғадиятым жібермейді да. 2023-те Айнұр ханым Стамбулда кездесем деп тупо жаза бергем. 2 рет Стамбулға келіп тұрмын, енді сізді көрсем деді. Ақшаның, отбасының еш берекесі жоқ деді. Жаным Айнұр ханым, 4 жылдан бері сіздің сабақтарды оқып, психолог болып сабақ беріп жатамын. Өзгергендер аябай көп, альхамдулилля, жалпы дуа қылып қойыңыздаршы. Просто амин деп, бүгін соның күн болды дейді. Гүлназ Жаныбекова, Қырғызстаннан. Почему-то мені көп құрметтейтін, көп тыңдайтын Қырғызстан және Қарақалпақстан екен. Соны байқаймын соңғы кезде. Мен енді келдім сізге сатқа келдім. Марда ханым, екеуіңізге қарап өзгеріп келемін. Жасқаншақтықтан қалай құтылуға болады дейді. Бала кезде ағам өте көп қатал болған, жолдасым ақкөңіл керемет. Бала кезден шыға алмай жатырмын, үйден шықпаймын, жабықпын дейді. Сол ойым өзгермей. Ойды қинамаймыз, қыздар. Ойым өзгермейді деп қиналмаймыз. Просто рахаттанып отырып, бала шағаның рахатын сезініп, үйдің атмосферасын, үйдің вайбын сезініп, бір жеңілдікпен отырып көрейікші. Миымызды напрягать етпей көрейікші бір мезгіл, а? Субханалла. Инстаграм айдың нұры ғой, иә. Сабаққа қатысу үшін, сабақ бір күннен кейін басталады, 26-сы күні. Сабаққа тіркелгендердің арасында бір адамға қажылыққа біз жолдама беретін боламыз. Сондықтан да бәлкім ол жолдама сіздікі шығар, бәлкім Аллах сізді шақырып тұрған шығар. Алла барлығыңызға нәсіп етсін. Сабаққа тіркелгендер бәріңізді құттықтаймын. 130 51 57 номеріне сабаққа қатысам деп жазып кетсеңіздер болды. Болды. Алла қаласа, так, байлықтан, қорқыныштан қалай арыламыз? Ертең разбор жасаймыз, сол жерде максимально жұмыс жасаңыздар. 777 130 51 57 номеріне қатысам деп жазсаңыздар болды. 100 000 теңгелік сабақты 6 000 теңгеге беріп жатырмыз. Кеше Балқи айтты ғой, Дубайдан 10 миллион теңгеге денежный поток деген сабақ оқып келдім, сол сабақты осы сабақта 6 000 теңгеге берем деп жатырмыз деді, иә. Сондықтан да Алла қаласа, ата-ананы қанша күн ақтау керек? Ата-ананы қатты жақсы көріп кеткенше жасаймыз. Жүрегімізде только ата-анама деген махаббат қана қалды дегенше ешқандай претензиям жоқ. Олардан ештеңке ожидание күтпеймін де. Бар болғандарына, мені дүниеге әкелгендеріне разымын деп. Осы разылық сіздің төбеңізден аяғыңызға шейін бүкіл денеңізде тұрған кезде бәрі күшті болады. Қосымша сабақ от дейді, аха. Қосымша сабақ өте күшті. Өткенде бізде ана Ұлпанмен, кім еді күйеуінің аты? Ұлпанмен парикмахер кім еді? Білсеңіздер айтып, Шалғын. Өткенде Ұлпан келіп маған сол нәтижесін айтып жатыр. Шалғынға әкеңнің батасын ал деп сіз айтып едіңіз. Шалғын өзінің әкесін іздеп барып, сол әкесінің разылығын алып, Алланың қалауымен қазіргі таңда 50-60 миллион чекқа жетіп кеттік. Ақшамыз да өсіп кетті, байлығымыз да өсіп кетті, өзіміз де өсіп кеттік деп кеше маған Ұлпан рахметін айтып жатыр да. Алла разы болсын ол кісілерге, сондай благодарностьқа қатты риза болып қаламын. Кейбіреулер болады ғой, сабаққа келеді, ойын өзгертеді, техникалық жасайды да. Қош бір қатысқам өзімнің күшіммен деп құнсызданып жіберетін адамдар да болады. Но енді біз адамдардың мақтауына в принципе мен мұқтаж емеспін. Аллахтың алдындағы ниетіміз дұрыс болса болды, пайдалы бола алсам болды, сіздерден алған ақшаларым адалымнан болса болды. Сондықтан иә, Ұлпан кеше маған Алматыға келіп ретретке қатысып сондай өзінің рахметін айтып кетті. Ата-анамызды ақтайтындай біз кімбіз? Біздің мақсат оларды сыйлау, құрметтеу болды. Басқа олар туралы сөз қозғау болмайды. Оны сіз айтып отырсыз, иә. Оны сіз ойлайсыз, Айнұр ханым. Кімбіз біз оны ақтайтындай? Құрметтеу болды біздің. Бірақ енді өмір бақи әкесінен, мен айтып едім ғой, иә.
арқасында прямо белдіктің ізі қалып қалған қыз бала еңіреп қараңғышына тыртықты көрген сайын менің жүрегім ауырады деп әкесі жаңағы белдікпен ұрған, немесе әкесі өзінің анасын жастықпен бүйтіп тұншықтырып жатқанын көрген, немесе Лаура ханым, например, біздегі, иә, өзінің әкесі анасын өлтіріп қойды 4 жасында, жетімдікті көрді. Бәріне әкем кінәлі, анамның өлгеніне әкем кінәлі, қорлық көргеніме әкем кінәлі деген өте қатты агрессия, ренішпен, қорқынышпен, страх смерти ода, страх позора ода, страх одиночества ода. Сондықтан сондай тағдырдан өткен адамға сен неге әке шешеңді ренжисің, сен оны құрметтеу керексің, болды деп біз ақыл айта алмаймыз. Ақыл айта алмаймыз. Вообще біз ешкімге сен неге, маған мысал үшін былай айтайын сіздерге, енді ұятта болса айтайын, маған бір ер азамат келеді, 3 баласы бар, еркек кісі, сол кісі айтады, мен дейді әйеліммен төсек қатынасында ешқандай рахат ала алмаймын, маған ер азаматтарға мен кездескім келеді, солармен жарасқым келеді дейді да. Білесіздер ме, ол кісіні өзінің әкесінің туған інісі 5 жыл зорлаған. Кішкентай ғана баланы 7 жасынан бастап 8, 9, 10, 11, 12, 5 жыл бойы әкесінің інісі зорлаған. Ана жігіт, енді біз оны біз айтамыз, иә, мынау транссексуализм қалай жаңағы ориентациясы дұрыс емес адамдарды біз кінәлаймыз. Фу, жиіркенішті, позор деп айтамыз. Біз олардың травмасын білмейміз, травмасын көрмейміз. Сондықтан мы не имеем права обсуждать. Аллах өзі реттейді, Аллахтың қарауындағы адамдар. Сондықтан да өте біз неге сендер қалай күйеуді аңдисыңдар? Зачем мұны аңдып, күйеудің артынан салпылдап? Зачем сіздер әке шешеге ренжіп оған деген? Біз біреудің қайғысын біз түсіне алмаймыз, біз білмейміз. Мысалы, бір қыз келіп тұр, ол қызды туған нағашысы зорлаған. Сосын ол өзінің анасына айтады, мені ағам зорлады деп айтады. Өте жаман, ұятсыз қылықтар жасайды. Сонда анасы не дейді? Болды, ешкімге айтпай-ақ қой, ертең позор боламыз дейді. О, анам мені қорғайды, қазір анам ананың бітшін шығарады деп ойлайды, керісінше анасы ананың сөзін сөйлейді. Тыныш бол, ешкімге айтпа дейді. Анасын да түсінуге болады да. Ал енді осы қыз жек көремін анамды, анамның өлгенін күтіп жүрмін деп ашуланып келіп тұр, ашумен. Біз оған не дейміз? Анаңды сен сыйлау керексің. Сен кімсің оны осуждать ететін деп айта аламыз ба? Айта алмаймыз. Рахмет, Алия ханым. Сондықтан білмейтін жағдайға неге бұлай, біз ішкі жан дүниесін, оның не көргенін, не естігенін, не сезінгенін білмейміз. Білмей жатып сырт көзге ақыл айту, конечно, оңай. Айнұр қамат сөзді жазып қойдым, сіздің дәрежеңізге жету қайда, бізге 1-2 сабақ оқып білгіш болып отырамыз, артық айтын дейді. Жоқ, ол мен ешқандай ренішім жоқ. Одан кейін екінші, сіздің дәрежеңізге жетуге қайда деп айтпаңыздар маған. Менің дәрежем мен сіздің дәрежеңіз бірдей. Құдай менің дәрежем, мені білімді деп. Просто менің алдым адамдар өте көп келгеннен кейін, опыт бар болғаннан кейін соны айтамыз сіздерге. Байқаңыздар деп. Мысалы, Алматы қаласында Сайына көшесінің бойында, жаңа мен осыны бірнеше рет айтқам, ол қыздың өзі рұқсат берді, мен туралы айтыңыз деді. Сайына көшесінің бойында тұрып, жаңа өзін сатып ақша тауып тұрған бір қыз келген маған. Сайынаның бойында 2,5 жыл тұрдым, еркектер мені саунаға алып кететін, осындай жағдай болатын. Сонда айтады, менің әкем қайтыс болды, шешем үйленеді, сосын менің өгей әкем мені зорлап дейді. Шешеме айтуға қорықтым, айта алмадым. Өгей әкем зорлады. Сөйтіп жүрген кезде шешесі ол өгей әкеден ажырасады. Ажырасқаннан кейін үйге өте көп еркектер келетін болды. Одан кейін анасы ішкілікке салынатын болған. Сөйтіп жаңағы төсек қатынасын постоянно мына қыз енді әртүрлі жағдайлар ғой өткізе беретін болған. Сөйтіп өскен кезде ол түсініп тұрған жоқ. Ол төсек қатынасы жаңа өзінің сатылып жүргенін, ол ұят, позор деп тұрған жоқ. Онда тұрған не бар деп тұр да. Ол түсіне алмайды даже, оның несі ұят деп тұр да. Өйткені оған егер ұят болатын болса, өзінің анасының көп еркектермен қатынасын көрген да, ұят болатын болса, өпілген еркектер неге маған соны жасады? Ол түсіне алмайды, түсінесіздер ме? Түсіне алмайды да ол. Онда тұрған не бар дейді. Маған сұраныс болып тұр. Нормально қабылдап тұрды да. Біз оны бүйтіп қарап тұрмыз. Өйткені бізге ол түсініксіз. Біздің таңғалып жүргеніміз, қорқып жүргеніміз, позор, ужас деп жүргеніміз оған түсініксіз болып тұр. Ол вообще түсіне алмайды оны.
сондықтан сол ғой енді біз құдай біз біреуді жаңағы наркоман болып кетіпті, жезөкше болып кетіпті, сондай болып кетіпті, біз не дейміз? Аллахым бізді сондайдан сақтасын. Біз дұға қылып тәубемізге келу керекпіз да. О Аллах тағалам, менің әкемнің ондай болмаған, анамның ондай болмағаны, иә ұрған шығар, соққан шығар, тәрбиеледі ғой бізді, но бірақ анандай сұмдықты көрмегенім үшін Аллахым шүкір еттім, анандай сорақылықты көрмегенім үшін шүкір еттім да. Сондықтан да адамның ішкі жан дүниесіндегі қайғы қасіреттерін түсінбейміз ғой. Машина алғым келеді, право алуға оқуға керек, балама шылтау көбейіп. Машинадан қорқасыз ба? Авариядан қорқасыз ба? Шамиль. Шамиль, қалайсың? Бизнес-продюсер, маркетолог. Қалайсың, Шамиль? Неше түрлі тағдырды естіп Аллаға шүкір етіп отыр менің өмірім. Сондықтан сол ғой, өз тағдырымызды шүкір ету керекпіз. Біреудің несімен, біреудің проблемасы. Мысалы, ақша тапқым келеді, білімім жетіп тұр, әрекет етіп жатыр, но ақша келмей жатыр. Не үшін деген кезде біз онымен глубинно жұмыс жасаймыз. Мысалы, иә, например, қалай айтсам болады, бір ер азаматпен жұмыс жасадым, жеке разговор жасадым. Кеше Астанада болған кезде маған келді ол кісі. Соны айтады, ақшаны табам да, әйелі бар, бала шағам бар дейді. Табам да, қараңыздаршы, қызық әңгіме айтайын. Ақшаны табам да, мен дейді, қалай болса жаратып тастаймын дейді. Иә, үйім бар, машинам бар, бірақ одан да күшті үй алуыма болады. Семьямен, бірақ қыздарға барамын дейді, мойындап тұр өзі. Қыздарға барамын, қыдырамын, ақшаны солай шашып тастаймын дейді. И әйелім екеуміз ұрыссамыз, ажырасқым келмейді, но потому что әйелім біледі, мен сөйтіп қаңғыратынымды, ақшаны шаша беретін. Ақшам жоқ болса жатамын дейді. Ақша болса тұра алмаймын дейді. Біз сонымен разговор жасадық. Кішкентай кезінде қауын сатқан екен, оңтүстік жақтың баласы. Қауын сатады, ақшасын алып келгенде ағам быт-шыт ұратындар тартып алып ақшаны алып қоятын дейді. Ұратын, издеваться етеді, жұмсайды, ақшаны алып қоя береді. И бессознательно миында қандай программа бар? Ақша тапсам таяқ жеймін, қазір біреумен қорқыныш, ақша тапса қорқады, таяқ жеймін, қазір біреу мені алып қояды. И не істейді? Бессознательно тез жаратып тастайды. Жаратып тастайды. Сонымен мен развод жасағанымызға бір аптадай уақыт болды. Мен қалай, сіз көңіл күйіңіз қалай деп жазсам айтады, мен енді ақша тауып жатырмын, пока держусь дейді, ешқаққа шығып жатқан жоқпын, и желанием да жоқ дейді. И әйелім айта береді, сен алып қалған жоқсың ба, неге сен шықпай қалдың? Менде енді ана желание кетіп бар. Видите, разбор миында тыныштық пайда бола бастаған кезде ол уже түсініп бастап жатыр да. Немесе мынандай нәрсе бар. Тағы бір ер азамат маған айтады, ақшадан қорқамын дейді. Әйелімді қатты сүйем, өте қатты сүйем, қатты қызғанамын, но ақшам жоқ таса кете ма деп ойлаймын. Сонда балалық кезінде бұның әкесі таксовать еткен, ақша аза келгенде мамам екеуі айқайласып ұрысатын дейді. Сонда мамам ажырасам деп сонда ойлайтын дейді. Мыналар ақша үшін ұрысып жатыр, ақша деген жаман, адамдар ақша үшін ажырасып кетеді. Видите, ақша тапсам, сол үшін ақша аз тапсаң да жамансың, көп тапсаң да жамансың. То есть ақша тапсам үйде ұрыс керіс. Ақша деген ұрыс керіс деген. Сондықтан адам бірінші ойлану керек, мен үшін ақша деген не? Не ақша деген? Ақша деген роскошь па? Ақша деген қорқыныш па? Ақша деген бандиттер ма? Ақша деген проблема ма? Примерно. Немесе ақша адамды бұзады деген өте көп қазақтарда. Қазақтар айтады, қарапайым еді, ақша тауып өзінше кісі танымай қапты ғой, ақша тауып өзінше болып қапты ғой, ақша тауып еді, бүйтіпті ғой, сөйтіпті ғой. Яғни біз адамды не үшін жек көріп тұрмыз? Бай болған үшін жек көріп тұрмыз. Мектепте біз класстарымызда бай адамдарды жек көреміз ғой, өзінше күшті киініп алған, бізді менсінбейтін сияқты. И мектептегі мұғалімдер почему-то бай балаларға басқаша қарайтын. Білесің ме? Бай балаларға басқаша қарайды, бай балаларға жақсы көзқараспен қарайды, оларды сыйлайды, жаңа жағдайың жоқ болса саған сөйлей береді, сені сақтаға шығарады, ұрсады, примерно қорлайды да, шамамен. Естественно, біз не деп ойлаймыз? Байлар жаман. Сол бай бала болмағанда мені қорламас еді, бай бала болғанда мен ешкім төмендетпес еді, мен соның алдында. Сосын бай балалар біздің қатты самооценкамызды түсіретін. Білесіздер ме? Біреу күшті киінсе, соның самооценканы түсініп, не дай бог аяқ киім, менде көп болатын сондай жағдай. Аяқ киім жыртылып жүретін да, бізде енді семейде өстік, бізде күн қатты аяз болатын, біз постоянно сырғанайтынбыз. Мен пимамен сырғанап келемін, одан пиманың табаны тесіліп кете береді. Тесілгеннен кейін оған салфан саласың, әйтесің, бүйтесің, бірақ аяғым өмірі шылқылдап су болып жүретін да.
И сосын сондай бір жыртық киім киіп жүрсең, пимаңның табаны тесік болса, естественно, жаңағыдай жарқырап күшті киінген балаларды жек көріп тұрасың кішкене. Не үшін жек көресің? Бай болған үшін жек көріп тұрмыз. Яғни бай адамдар тәкаппар болады, бай адамдар унижать етеді, бай адамдар бір бәле. Біз не дейміз мысалы үшін, бір қымбат ресторанды көрсек, ой, ол байлар тамақ ішетін жер ғой деп айтамыз. Немесе байлар киінетін жер ғой. Бір байлар деген бір басқа бір планета, бір маймылдар сияқты да. Байлар тамақ ішетін жер. А что, мен тамақ ішсем болмай ма ол жерден? Мен сонда не адам, байлар адам емес па сонда? Оларға не ерекше тамақ беріп жатқан жоқ қой да. Ол байлардың магазині ғой, байлардың районы ғой деп бөлеміз. Менің районым, менің тамақ ішетін жерім, менің киінетін жерім. Вот примерно осылай. Біз сол байлықты солай отталкивать етеміз. Бетіндегі безеуден қалған орындардан ұялам. Хлорелла ішіңіз, бетіңіз теп-тегіс болады. Ата-анамда безеу шықпа, менде ғана безеу. Хлорелла ішіңіз, бетті кәдімгідей жылтыратып, ізді кетіреді, акне кетіреді. Күйеуім жағдайымның бәрін жасайды, ақшалайды. Мен содан кейін өзім ақша табуды ойламаймын, соған дұға етіп отырамын. Сол дұрыс па? 1000% дұрыс. Вот сіз психолог болу керексіз. Өте күшті. Сіздің состояниеңіз күшті болып тұр ғой, значит. Қорқынышты әңгіме айтып кеттіңіз ғой. Вот сізді сандуғаш ханым триггерить етіп тұр. Не триггерить етіп тұр? Думайте теперь. Мгм. Мгм. Айнұрды қойсаш болды, ақыл айта бермей, сені тыңдап қанша отбасы ажырасып кетті дейді. Ну, фейктер енді жазады ғой, бұл травмасы көп, бақытсыз адамдар жазады ғой солай. Мгм. Қуаныштымын сізді көргеніме, рахмет. Хлорелла сат компаниясында бар. Неге екенін білмеймін, жолдасымның көп тапса менді ертіп ел аралайтатынын білемін, бірақ шынайы тілей алмаймын, қарыздан шықпай жүре берсін дейді. Вот. Миы ашып жүрсін. Миы ашымаса, ақшасы көп болса, ол құтырады деген бірдеңе бар ғой, значит. Продукты магазин ашты, Мақтоғын ханым. Адам да, ақша да ағылып келсін, продуктовый магазиніңіз үлкен супермаркетке айналсын. Жеке разборға жазылу үшін дайректке жазыңыздар, иә, сіздерге Әйгерім жауап береді. Так, қымбатты достар, байлық психология сабағы бір күннен кейін басталады. Кімнің Мекке арманы болып жүр? Бір адамға Меккеге жолдама сыйлайтынбыз, ескерткім келеді. Алла қаласа мықты сабақ болады. Мен сізді тыңдап үй алғанмын дейді. Алла берекесін берсін, иә. Құтты шаңырақ болсын. Алла қаласа ертеңгі сабақта мейлінше 6 емес 6 миллиондық білім беру үшін барымызды салатын боламыз. Осы байлық психология сабағынан кейін мен уже үлкен менторлыққа көңіл бөлемін деп тұрмын, яғни арзан сабақтар болмай қалады. Сондықтан баяғыдай баға қойыңызшы, тағы сабақ болыңызшы деп, бұл сіздің алдыңыздан шығып тұрған мүмкіндік. Бұл мүмкіндікті тағы да жіберіп ала беретін болсаңыз, яғни өзіңізге келген мүмкіндіктің бәрін жіберіп ала бүйтіп отыра беретін адамдар болады. Ана сабақ болды ма, ертең ана сабақ бітті ма? Мүмкіндіктер өте көп болып жатыр. Бәрін жіберіп